Сырыңды бәріне бірдей аша беруге болмайды. Сырыңды айтуға болмайтын 5 түрлі адам. Аузы берік емес адам. Бүгін сенің сырыңды тыңдап, ертең елге жайып жіберетін өсекке бейім адамдар, олар сенімге лайық емес. Сенен қызғанатын адам, ішінен сені көре алмайтын, жетістігіңе қызғанышпен қарайтын адам сенің осал тұсыңды пайдалануы мүмкін. Ашуланшақ, сабырсыз адам. Қатты ашуланған кезінде сенің сырыңды басқаларға айтып қоюы мүмкін. Тіпті сенімен араздасқанда соны қару ретінде қолдануы ықтимал. Өзіне де, өміріне де сенімсіз адам. Ондайлар өз мәселесін шеше алмай жүріп, сенің сырыңа дұрыс кеңес бермейді. Кейде жағдайды ушықтырып жіберуі де мүмкін. Сені тек пайдалану үшін жақындаған адам. Мұндай адамдар сенің жеке өміріңді білуі арқылы өз мақсатына жетуді көздеуі мүмкін. Сырын сеніп айтқан жанның сенімін ақтамаған адам көңілдің қылын үзгенмен тең. Бір үзілсе қайта жалғануы қиын. Адамның абыройы аманатқа адалдығымен өлшенеді. Сыр аманат, оны сақтау жүрекке салынған жүк. Сырыңды досыңа айтсаң, санаңмен бөлістің. Дұшпаныңа айтсаң, өзіңе ор қаздың. Сыр сақтау сөз ұстамдылықтың биік шыңы, ал сыр шашу сенімге салынған балта. Кісі сырына қиянат жасаған жан өз жүрегінің тыныштығын жоғалтады. Жалған өмірге көп үміт артып не керек? Келер кетер тірлік қой бәрібір керек. Күл, ойна, шаттан, бұл өмір бір-ақ рет. Өткен күн қайтып келмес, бекер емес. Білімдімен сырлассаң ойың өсер, наданмен сырлассаң сағың сынар. Көп білумен емес, түйсікпен білген дана, өмірдің мәнін сөзбен емес іспен ұғар. Айналаңа мейіріммен қара досым, өйткені бұл өмір өткінші көшім. Сырдың алтын болса да ішің темір, шын құндылық жүректегі кешірім мен есің. Бәрі өтеді, қайғы да, қуаныш та, сан үмітпен сағымдай армандарда, мәңгілік ештеңе жоқ бұл жалғанда. Сол үшін бүгін мен өмір сүр, бос қалма. Сен өмірдің құнын алтынмен өлшеме, жанның тыныштығын байлықтың ең үлкені. Көңілі кең болса сарайда тұрып жатсаң, көңілі тар болса алтыннан не пайда? Адамдармен қарым-қатынаста табысты болғың келсе, оларды өзіңе тарта біл. Бұл үшін сен алдымен оларға шынайы қызығушылық танытуың керек. Адамға өзі туралы айтуға мүмкіндік беру, оның жүрегіне апарар жолды табумен тең. Адамдардың көбі өмір бойы өзгелердің олар туралы не ойлайтынына алаңдап өтеді. Бірақ шын мәнінде адамдар сені онша көп ойлай бермейді. Сондықтан өзіңе шынайы болудан қорықпа. Өмір қысқа, ал сенің өз қолыңда. Сен ренжіген адамды жазғырумен ештеңеге қол жеткізе алмайсың.
есесіне жылы сөз бен түсіністік көбінесе ең қиын жанды да жібітіп, өзіңе де дос ете алады. Қуаныш біздің басымыздан не өткенінде емес, оған қалай қарағанымызда. Егер өмірдің ұсақ-түйек қиындықтарына назар аудармай, жақсылығын бағалай білсек, бақыт бізге өзі келеді. Өзгелердің көңілінен шығамын десең, ең алдымен олардың өзін маңызды сезінуіне себеп бол. Бұл адамның ең терең қажеттіліктерінің бірі. Ал оны жүректен шығатын шынайы ықыласпен жасай білсең, сен жеңесің. Өмірде кездескен әр адам өзінше бір әлем. Егер сен сол әлемге қызығушылық танытып, оны түсінуге тырыссаң, адамдар сені жақсы көреді. Себебі әркім өзін тыңдайтын, бағалайтын жанды қалайды. Қиындықпен күресу үшін алдымен өз ойыңды жең. Адамды уайым емес, сол уайымды өз жүрегінде қайта-қайта тербеуін қажытады. Ақылды адам мәселені шешуге емес, уайымнан арылуға күш салады. Көп жағдайда сәтсіздік ол шын мәнінде біз үшін мүмкіндік, бірақ біз оны өкінішпен қабылдап өмірден түңіліп қаламыз. Ал ақылды адам сәтсіздіктен сабақ алып, соның арқасында өсе түседі. Сен адамдарды өзгерте алмайсың, бірақ өзіңнің оларға деген қарым-қатынасыңды өзгерту арқылы олармен ара-қатынасыңды жақсарта аласың. Өзгеріс өзіңнен басталады. Егер сен ертеңгі күнің үшін алаңдап, бүгінгі мүмкіндігіңді жоғалтсаң, бұл өмірді құр өткізу. Өткенге өкініп, болашаққа қорқумен қарап жүре берсек, шынайы бақыт ешқашан келмейді. Бақыт осы сәтте өмір сүре білуде. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне апат әкеледі. Адам баласы өмірде 3 нәрседен қашып құтыла алмайды. Біріншісі өлім, екіншісі уайым, үшіншісі өкініш. Ақылды адам осы үшеуін де жеңіп өмірдің қадірін біледі. Өмір бұл бір үлкен жол, асықпа, сүрінбе, ең бастысы жолдан адаспа, және әр қадамыңды жақсылықпен атта.